Салем, достар, бұл Мади Мәдениет. Как я обещал, это мой первый влог. Мен қазақша, орысша, ағылшынша, тіпті түркішеде кейде сөйлеймін. Ендеше бұл менің студиям. Бұл жерде видеомонтаж жасаймын, өлең жазамын, диваным, макбугым, сценарий жазып отырмын. Қазір мен болашақ арманым бар, кино түсіру. Бір киноның сценарийсін жазып отырмын. Бұл менің тақтам. Әрбір сценарист немесе, в общем, творчестволық адамдар осындай тақта, каждыйның өзінің осындай тақтасы болады деп ойлаймын. Бұл менің кітапханам, шағын. Бұл кітапханада әртүрлі кітаптар бар. Өте күшті кітаптар, которые мен вообще оққан жоқпын. Қазір на данный момент мен бір кітап оқып жатырмын. Видеомаркетинг деген кітап. Бұл микрофонда әртүрлі хиттар жазуға пландап жатырмын. На MIDI клавиатура. Негізі мен музыкальный образование жоқ менде. Битмейкер болу үшін немесе хит өлеңдер жазу үшін оған музыкальный образование керек емес деп ойлаймын. Өйткені қазір ютубта бәрі бар. Бәрін үйренуге болады. Бұл жалпы менің снаряженияларым, качок болу үшін алынған нәрсе. Оны мен әлбетте қолданып жүрмін. Мынау пресс шығаратын, майыңды кетіретін нәрсе. Өте пайдалы нәрсе. Ендігі гантелі 8 килодан. Мынау 8 кило. В общем, мынау енді самый менің жақсы көретін нәрсем, ол массажер. Осындай нәрсе. Емшек сияқты. Тоққа тығасың, массажер. Тема нәрсе негізі. Так, ассалаумалейкум, мәке, бас ауға. Негізі көп пландасаң, көп пландар негізі шыға бермейді. Коронавирусқа байланысты удаленке көшкеннен кейін кішкене возможностьтар көбейіп бастап жатыр. Влог түсіру. Қазір закупке шығам. Закупке шыққан кезде камераны алып жүремін. Походу қаланы түсіремін, анау-мынау, в общем, закупта сөйтіп. I'm not stay right here forever. I'm not gonna give up on you. You know that I live for the pressure. I'm not gonna give up. I'm not stay right here forever. I'm not gonna give up on you. You know that I live for the pressure. Достар, в общем, мен мана шығып келдім шаруалармен. В общем, батарейка отырып қалды менде. Бұл себептен көптеген видеоларды түсіре алмадым. Мойкаға келдім, колонна бос емес. Босағаннан кейін мен өзім машинамды кіргіземін. Достар, наконец-то шықты, шығып келе жатыр, машина шығып келе жатыр.
Машинаны жуып болдық. Енді мен қазір заправкаға барам. Содан кейін барып үйге барам. Так, сырттан келдік. Қол жуамыз дұрыстап тұр. Так. Негізі өзім помимо этого видеоблогинга жұмысымнан бөлек басқа іспен айналысам тоже, ол компьютер оңдау. Осындай сөмке келді маған. Так, білмеймін, в общем қосылған кезде что-то тұрып қалады дей ма. Acer лаптоптар, по идее, понятно, HP сияқты ғой. Желательно остерегаться от Acer и HP лаптопов. Это моя слабость. Red Bull. Проблема. Осылай тұра береді дейді, ойланып. Болды, басқа қосылмайды. В общем, осыны оңдау керек маған. Жалпы солай, достар. Видеоблог түсірген жақсы. Коронавирустың біздің үкіметіміз негізі бәріне үйде болсын деген мақсатта, және де ешкім ауыр қалмасын деген мақсатта бұйрық беріп жатыр. Үйде қалсын деген. Біз удаленкеге кетсек те жұмысымыз тоқтамайды деп ойлаймын. Вот солай, достар. Осы видеороликті көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Осы видеороликке лайк басуға ұмытпаңыздар. Комментарияға өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазуға болады. Менің каналыма жазылыңыздар. Және де мына колокольчик бар ғой, соны басуға ұмытпаңыздар. Ендеше келесі видеороликте көріскенше сау саламатты болайық, ауырмайық, сырқамайық, аман жүріңіздер, өздеріңізге дұрыстап қараңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Мади Мәдениет. Және де бұл менің видео влогым номер 1. Peace.